Healthy World бөліміне арналған бақылау жұмысы. Reading, оқылым. Бірінші тапсырма. Read the text, use the words and pictures. Мәтінді оқыңыз, берілген сөздерді және суреттерді қолданыңыз. Dana's garden. Dana has got many flowers in her garden and loves them. But her favorites are daisies, tulips, daffodils. Tulips and daffodils come up every spring and daisies come up later in summer. These plants live long. They come up every year and make the garden bright. The garden makes Dana happy and healthy. Dana likes to take care of the garden. She loves spring because she can go to the flower market to buy her annuals. The annuals live only one season, but they add a lot of color to the garden and emotions and feelings to Dana. Дананың бақшасы. Дана өзінің бақшасында өте гүлдері көп және оларды жақсы көреді. Алайда ең қатты жақсы көретіндері маргаритка, қызғалдақ және нәркес гүлдері. Қызғалдақ және нәркес гүлдері әр көктемде өсіп шығады. Және маргаритка сәл кешірек әр жазда өседі. Бұл өсімдіктер өте ұзақ өмір сүреді. Олар әр жылы өсіп шығады және бақшасын көркейте түседі. Бақша Дананы өте бақытты және сау етеді. Дана өз бақшасын күткенді өте жақсы көреді. Ол көктемді жақсы көреді, өйткені әр көктемде өзінің сүйікті гүлдер дүкеніне барып, жылдық өсімдікті сатып алады. Жылдық өсімдік бір маусым ғана өмір сүреді, бірақ бақшаға көптеген түс береді және Дананы қуанта түседі. Write true or false next to the sentence. Сөйлемдер берілген сөйлемдердің және дұрыс немесе бұрыс деп жазамыз. Мысал ретінде сөйлем берілген екен. This is a story about tulips. Бұл әңгіме қызғалдақтар туралы. False, дұрыс емес, өйткені тек қана қызғалдақтар емес, басқа да гүлдер туралы айтылған. Бірінші сөйлем. Dana has got only daisies, tulips and daffodils in her garden. Дананың бақшасында тек қана маргаритка, қызғалдақ және нәркес гүлдері өседі. Дұрыс емес. False. Екіншісі. Daisies appear later in spring. Маргаритка көктемде өсіп шығады. Дұрыс емес. False. Үшіншісі. Dana is healthy and happy in her garden. Дана өзінің бақшасында сау және бақытты. Дұрыс. True. Төртіншісі. Dana loves to go to the flower market in summer. Дана өзінің сүйікті гүлдер дүкеніне әр жаз барғанды жақсы көреді. Дұрыс емес. False. Бесіншісі. The annuals are plants that live only one year. Жылдық өсімдіктер тек қана бір жыл өмір сүреді. Дұрыс. True. Екінші тапсырма. Write 4 sentences on the topic. Use imperative forms. Write 2 positive and 2 negative comments. Use pictures. Төменде берілген тақырыпқа қатысты бұйрық райын қолдана отырып, 4 сөйлем жазыңыз. Төмендегі суреттерді қолданып, 2 болымды, 2 болымсыз бұйрықтар жазыңыз. For example, мысал ретінде берілген сөйлемдерді көріп шығайық. Don't cut the trees. Ағаштарды кеспеңіз. It's home for many birds. Ағаштар көптеген құстарға ұя.
Save birds and animals. Құстар мен жануарларды сақтаңыз. Don't kill animals and birds. Жануарлар мен құстарды өлтірмеңіз. You can use the words collect, reduce, reuse, water, clean, and put. Келесі берілген етістіктерді өзіміздің сөйлемдерімізде қолдансақ болады. Мысал ретінде бізге 4 сөйлем берілген. Plant more trees every year. Әр жылы көбірек ағаш отырғызыңыз. Clean the streets from garbage. Көшелерді қоқыстан тазалаңыз. Don't pollute air and soil. Ауа мен топырақты былғамаңыз. Соңғысы, don't use plastic bags. Пластик сөмкелерін қолданбаңыз.